Ойбай, досым, шошып жүрдің ғой мені. Неше түрлі мәссаған мала десе қатыны десең. Қозғалып жатыр, қозғалып жатыр. Так, бала шыға ма екен? Достарым жоқ қойым, бауырларым екен ғой. Ассалаумағалейкум достар, сендермен мен Стронг достар. Бүгінгі бөлімде мен бүркіт болатын болам. Жануардың өмірін келесі бөлімін жалғастыратын болам. Достар, не деген керемет достар. Достар, ойлаңыздаршы, кіп-кітті айнан Айбай, балапандар. Достар, балапандар туылып шықты, прикинь. Жестко да, Майнкрафтта ойлаңыздаршы, қалай шыққан көрдіңіздер ғой да, неден, жұмыртқадан. Саған, ал мен ұшып көрейін, ал. Керемет достар, керемет. Давайте достар, видеоға лайк бас, каналға жазылып, және де комментарийлеріңді ұмытпаңдар. Бүгінгі бөлімде біз бүркіттің өмірін сүретін боламыз. Балдарын қара, балдар өте керемет. Саған, балдар өте керемет екен. Мына мен балдарым ғой да. Неше жұмыртқа туып тұрсың бүркітте? Молодец. Тапа қатарынан тұр ғой жұмыртқалар. Саған. Бүгін біз аң аулайтын боламыз. Аң дегенде ойбай, аң емес. Бір шегіртке ма бірдеңе аулайық енді бүгін дейтін. Бүркіттер дейтін негізі үлкен болады ғой, аңғарыңыздаршы достар. Саған. Не деген керемет, балдарым, мен қазір келеме, сендерге тамақ алып келейін, Налар айта құрт па бірдеңе алып келу керек сияқты. Су. Так, су ішіп аламыз. Бұқтайын аяқта. Мен жеп қоймасын. Так, мен үйімнен алшақтамауым керек, а то жыландар достар. Жыландар бар міне бір жерлерде ше. Достарым, мынау екен ғой менің үйім, кетсеңдер ше әрмен қарай, не біздің үйдің қасынан шықпайсыңдар, кет бар досым, кетіп қалайын, достар, өте керемет достар, бүркіттің өмірін. Келесі серияда қандай кімнің өмірін сүрейін, соңында жазып кетіңіздер комментарияға достар. Давайте кімнің өмірін сүрейін. Және де видеоның басындағы каналға достар, давайте жазылып кетейік дәл осыларында комментарияда тұр. Бүркіттің өмірінен басқа тағы қай жануардың өмірін сүргенімді қалайсыздар? Барлығын достар комментарияға жазып кетіңіздер. Және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Осы видеоға 200-ден астам лайк или 100-ден 150-ден астам лайк болатын болса, келесі сериясы сіздерді күттіртпейді. Яғни достар, күтіп қалмайсыздар, сразу шығаратын болам достар, сразу. Давайте подписка, давайте бүткіл достарымызға айтып, Майнкрафт көретін достарыңыз бар ма, бәріне айтыңыздар достар. Барлығын шақырыңыздар, өте қызықты осындай контенттер жасайтын болам сіздер үшін. Комментарияға жазып кетіңіздер. Және де достар, комментарияға көп жазсаңыздар, мен бәріне лайк басып келесі бөлімге достар шығаратын боламын. Сондықтан достар, давайте лайк басуды ұмытпаңыздар. Так, ал мен ұямды қазір ұмытып қалмасам болды ғой, бар ғой, осы ғой да. Так, жердің астына түсіп керек ғой. Так, оп, жердің астына түсеміз. Мына жерлерде жылан болуы мүмкін достар. Мынау джунгли ғой, мынау таза джунгли достар, ойлаңыздаршы. Таза джунгли тұрғанымен. Так, бүркіттердің өмір сүретін жері джунгли ма не сонда? Мен білмеймін, осы джунглиге апарт достар. Бүркіттер осы сияқты өмір сүреді деген сияқты. Өте керемет достар. Бүркітті қараңыздаршы, ұшқанын қарасаңыздаршы, наңғара. Не деген кереметті. Мына жақта бір бүркіт жүр. Қайсы жам, мұз жоғалталдым ма? Қайдасың? Міне. Мынау ғой. Так. Саған, мына жақта бірдеңе көрген сияқтын. Папугай жүр ғой неқті. Папугай деспей қойық, ол да құс тұқымдас. Бір жерден жылан ба бірдеңе тауып алғым келіп тұр ғой, шым жеп қоятын. Араның ұясы достар. Ой, аралар. Әңгіме етпей ме қазір? Аралар қайдасыңдар? Бал жегім кеп тұр менің. Шағы өлтірмесін бізді, достар. Шағы өлтірмесін.
ох дейін жақта. Мына жақта кірем, папугалар өмір сүреді. Мына жақта құс мекендері деймін негізі. Құстар ғана өмір. Так. Жаңа ұямды жоғалтып алдым достар мен. Так. Мен жаңа ұям қайда? Мәссаған достар, өте керемет төбеде ұшып жүресің да, ойлашы достар, қараңызшы. Дәл осылай жүресіңдер, ұшып жүре бересіңдер. Рахат та негізі. Мәссаған өте керемет те достар. Вау, не деген орман мынау. Молодец. Қараңыздар достар, орманның түрін. Керемет те. Ана жақта да мынау бал ма өзі? Мынау не вообще? Мынаусы несі? Ой, мынаусы несі? Кетті. Так. Вау, өте керемет. Оп деп секіріп кетеміз. Керемет та. Осылай нанышып жүрген. Төбеден бір көрсетейін сіздерге. Бүркіттің өмірі осылай болады екен достар. Бұл негізі бұндай биік емес, бұдан да ұзын биіктерге шығады негізі Майнкрафтта. Қараңыздар достар, мәссаған достар, қандай биіктікке кетіп жатырмын, уже бұлттардың арасына кетіп қалдым мен достар. Ой. О, кеттік төменге. Керемет достар, керемет. Мәссаған, дауысын қарасаңыздаршы. Дауысы да өте керемет. Так, біз енді ұямызға барық. Бүгін дым таппадық қой да. Менде тек мынандай еттер бар. Так, жыланды тауып алуға болады негізі. Ойбай, мына жердің бәрі көзім көрмей кетті ғой. Хоп. Уже кешіп батып бара жатыр достар. Так, қазір ұямызды тесіп тауып алайық. Менде достар жыланның бір құрттың нелері бар. Соны балдарыма берсем болады. Тек үйіміз тауып алсақ болды. Мен үйімді жоғалтып алған сияқтымын. Ишак. Мәссаған. Ойбай, қараңыздар, закатты төбеден қарай аламыз достар. Не деген керемет. Вау достар. Так, үйімізді тауып алайық енді. Кеш батып кетті уже. Кеш батпай тұрып тұрып қоймау. Мынандай орманда достар қиын, өте қиын. О, пілдің баласы, қалайсың? Ой, ұйықтап қалды. Бұл пілдер осы жақта да жүре ме не? Мәссаған достар, көрдіңіздер ме? Так, жарайды, балдарыма сосын бара жатармын мен. Емі өте қызық болған сияқты да достар. Ешқандай ештеңе аулай алмадым енді. Келесі сериалдарда уже бірдеңе аулап жеймін достар. Серьезно айтамын достар. Бұл жолы енді джунглиде ештеңе таба алмадым. Джунгли ғой не дегенмен. Жазық жер болғанда мен тауып алатын едім. Аңғарыңыздар, мәссаған не деген керемет я. Видео ұнады деп ойлаймын достар. Тағы да қандай жануардың өмірін түсіре кетейін. Мен комментарияға толтырып жазып кетіңіздер достар. Мен бәрін қараймын, бәрін достар. Жазып кетіңіздер, бүркіттің өмірі ұнады деген ойдам. Керемет болды жаңағыдай. Өте керемет. Майнкрафтта лайк басыңыздар, каналға жазыңыздар. Менің комментарияда тұрған каналыма жазылып кетіңіздер. Ал ендеше достар, ұнаса лайк басып, каналға жазып комментария ұмытпаңдар. Келесі видеода көріскенше.